Ассалаумағалейкум, Равон жүргізушілері. Ассалаумағалейкум. Тағы да видео түсірейін деп ойладым. Бүгін енді аяз уақыт кезіндегі автокөлікті қалай оталдыру керек. Енді қысқа ғана видео. Енді барлықтарыңызға кеңес берем. Сцеплениені басқаннан кейін бірден, мысалы, кейбіреулеріміз мотордағы майды бойына айналдырып алайық деп жатамыз. Ол негізі тегінде дұрыс емес. Бірден стартерге берген абзал болады. Өйткені мына бойына айналдырып менде бір жағдай болды. Бензин құйып тастағаннан кейін, мына инжектор ғой, бензин құйып тастағаннан кейін кішкене ол кәдімгі стартерге берсеңізде су қалпы тоқ жоқ сияқты стартер айналдырып тұра береді. Одан кейін тағы бір Равон жүргізушілер кеңесім: автокөлікті міндетті түрде қыздырып алып жүріңіздер. Кейбіреулеріңіз мысалға біраз жылығаннан кейін жүріп кетеміз. Мына автокөлікте гур бар. Гурды кішкене жылытқан дұрыс, әсіресе аяз уақытында. Енді осындай кеңестерім бар. Енді тағы да қосымша қызықты ақпараттармен бөлісетін болам. Жазылып тіркеліңіздер, лайк басыңыздар.